Өзбекстан футбол бірлестігі Италияға аттанды. Сапар мақсаты жаттықтырушы Фабио Каннаваромен келіссөз жүргізу. Бұл туралы өзбек тіліндегі чемпионат Азия сайты хабарлады. Егер екі жақ келісімге келсе, 2026 жылы өтетін әлем чемпионатына Өзбекстан құрамасын итальяндық тренер Фабио Каннаваро апарады. Тренерді өзбек құрамасына шақыру идеясы қайдан шықты? Жаз айларында 52 жастағы Каннаваро Өзбекстан жерінде қонақ болған. Артынша журналистер одан өзбек футбол құрамасын басқару туралы сұрағанда, Каннаваро: "Мен басқарып көрер едім. Қане контрактты алып келіңдер" деген екен. Ол осы уақытқа дейін арабтардың, қытайлардың құрамаларын басқарды. Өзінің Италиясында Беневенто мен Удинезе клубтарын жаттықтырды. Оның соңғы жұмысының Динамо Загреб командасы. Бұл команда итальяндық тренерден түк шықпағасын, оны биылғы сәуірде жұмыстан қуған. Ал біз өзбек құрамасының өткен 5 июль күні тарихта алғаш рет футболдан әлем чемпионатына жолдама алғанын қам көңілмен еске саламыз. Бұрынғы СССР республикаларының ішінде әлем чемпионатына Ресей мен Украина ғана шыққанын айтқымыз келеді. Сол үшін жақсы каналға подписка жасап, өз пікіріңізді қалдырыңыз, лайк басыңыз.